Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бектеновке. Құрметті Олжас Абайұлы, Қазақстанның кең байтақ жерінде тән облыстардың өзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтары бар екені жасырын емес. Осыған сәйкес, бүгін мен еліміздегі демографиялық мәселелерге ерекше назар аударғым келеді. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, ағымдағы жылдың алғашқы 2 айында еліміздің оң өңірінен көшіп кету байқалса, өз кезегінде алғашқы 6 айда қаңтар маусымға дейін Алматы облысы мен республикалық маңызы бар 3 қаланы қоспағанда 16 өңірде халық саны күрт азайып кеткен. Қазіргі таңда бұл сандар өсуде. Жыл ішінде қоныс аударушылар саны шамамен 2 есе өскен. Кімге болсын көш-қону өте қиын шаруа екенін білеміз. Ал біз ел халқының жаппай орталықтарға ағылуын үлкен қисыны бар екенін аса мән бермей жатырмыз. Тәуекелге бел буып, көшіп келудің басты себебі ондаған жылдар бойы ауылдар мен қалалардағы қордаланған мәселенің шешілмеуі мен үмітсіздіктің салдары. Адамдар амалсыздан жақсы өмір сүргісі келетіндіктен жайлы жер іздеп үдере көшіп жатқан анық. Әсіресе еліміздің 3 өңірінде, солтүстік Қазақстан облысында, Абай, Жетісу облыстарында халық саны азайған сонша, тіпті оны көзге елестетіп айтудың өзі қиын болып тұр. Ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, соңғы 20 жылда солтүстік Қазақстан облысының халқы бір ретте өспеген. Көбінесе әлемде урбанизация мен көші-қон процестері өнеркәсіпті дамуды байланысты болатын белгілі. Алдымен өндіріс дамып, жұмыс орындары ашылады, содан кейін мұндай аймақтарға жұмыс күші өздігінен тартылады. Бізде керісінше стихиялық қозғалыстар көбінесе негізсіз және тек әлеуметтік шиеленісті күшейтеді. Сонымен қатар барлығы Астана, Алматы, Шымкент гүлденген дамушы қалалар деп санайды. Бірақ оларда жұмыспен қамту өте төмен деңгейде. Нәтижесінде қала маңы, әсіресе саяжай аумақтарының тұрғындарының арасында кедейлік күрт өсуде. Мәселен, ресми статистикаға сәйкес 24 жылдың 2-ші тоқсанында Астанада жұмыссыздар саны 32 мыңнан астам, Алматыда 52 мыңнан, Шымкентте 22 мыңнан астамды құрады. Ғылымдардың есептеуінше, Шымкент қаласының демографиялық сыйымдылығы 600 мың, Алматыда үшін 1 миллион 200 мың, Астана үшін 1 миллиондай. Қазірдің өзінде бұл көрсеткіштер жоғары, сондықтан мезгіл-мезгіл су мен электр қуатының үзілістері пайда болды. Сонымен қатар 2017 жылдан басталған тұрғындарды оңтүстіктен солтүстікке өз еркімен көшіру бағдарламасы ойдағыдай нәтиже бермеуде. Бұл 3 жылдық ғылыми зерттеулердің қорытындылары. Қысқаша айтсақ, 2017 жылы 2025 жылдардағы аралығында солтүстік Қазақстан облысынан оңтүстіктен 12 мың адам қоныс аударса, оның 2 мыңы қайтып кеткен. Айтылғандарды ескерте отырып, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясы мынандай ұсыныстар жасайды. Бірінші, өңірлер бөлінісінде демографияны арттыруды ынталандыру саясатын әзірлеуді. Екінші, әр аймақтың ерекшелігін, сонымен қатар әр елдің мекенінің бөлінісіне ескере отырып, өнеркәсіпті дамытудың бір негізгі бағытын айқындау. Үшінші, ең маңыздысы, 2000 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы мемлекеттік демографиялық саясатының тұжырымдамасын жан-жақты қарап, жетілдіруді ұсынады. Құрметпен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының фракциясы Әуесбаев, Рақымжан, Сағындықова, Сайлаубай. Рахмет.